18.000 ғаламтор. Өміріңізде тіпті бір рет болсын немесе бірнеше рет 200 адамды жолықтырған боларсыз. Бірақ моральды түрде емес, физикалық тұрғыда. Эдвард Мордрейк 200 бар, анығырақ басының артқы жағында екінші жүзі болған адам. 19 ғасырдың аяғында Англияда өмір сүрген ерекше адам туралы аңыз 100 жылдан астам уақыт бойы бүкіл әлемде таралып жүрді. Біздің замандағы дәрігерлерге мұндай жағдай таныс. Қазіргі уақытта да өмір сүретін адамдар арасында ұқсас диагноздар бар. Бірақ Эдвард Мордрейктің бар екендігі күмән тудырады. Өйткені оның өміріндегі жағдайлар тым керемет болып көрінеді. Осыған қарамастан деформациядан зардап шегетін және екінші өзімен бірге өмір сүруге мәжбүр болған 200 адамның бейнесі жазушылар, суретшілер және музыканттар үшін өте тартымды. Сондықтан өнерде белсенді қолданылады. Бұл адамның өмірі туралы негізгі ақпарат 1896 жылы шыққан медицинаның ауытқулары мен қызығушылықтары кітабынан алынды. Оның авторлары екі американдық дәрігер Джордж Гулд пен Уолтер Пайл бұл жұмыста таңқаларлық медициналық жағдайлардың барлық түрлерін, соның ішінде Мордрейк туралы оқиғаны жинады. Бұл адам 1887 жылы Англияның ең атақты отбасыларының бірінде дүниеге келген. Бала ерекше деформациямен дүниеге келді. Басының артқы жағында оның тағы бір тірі беті болды. Ол көзін ашып, күліп, жылайтын, бірақ ешқашан тамақ іше алмай және сөйлей алмайтын еді. Аномалияға қарамастан жас жігіт әдемі және дарынды болып өсті. Барлық таныстар ол туралы жарқын адам ретінде айтушы еді. Достары оның Құдайдың ықыластығына бөленгенін, сонымен қатар әртүрлі музыкалық аспаптарда жақсы ойнағанын айтты. Эдвард Мордрейкпен таныс адамдар оның өте әдемі жүзі болғанын айтады. Бірақ тек алдыңғы жағында. Бастың артқы жағында ол зұлымдылықты тарататын және өте ұсқынсыз басқа бетке ие болды. Әрі қарай кітапта бұған толыққанды ұғым беріледі. Бұл аномалия медицинада Chronophagus parasiticus деп аталады. Бұл паразиттік сиам егізі оны іш жүзінде күшті ағасы толығымен сіңіреді. Сол кезде ғылым мұндай жағдайларды көріп білген. Бұл ұсқынсыздық Эдвардқа физикалық тұрғыдан кедергі жасамаса да, оның психикалық денсаулығын біртіндеп бұза бастады. Екінші адам, яғни екінші жүзі жиі қарама-қарсы эмоцияларды білдіретінін байқай бастады. Ол жігіт қайғырған кезде қатты қуанған сияқты. Керісінше, ол жақсы көңіл күйде болған кезде жылады. Айналасындағылар екінші адамның айтқан сөздерін ешқашан естімеген кезде, Эдвард екінші адамның бірдеңе жиі оянамын деп ант берді. Ер адамның айтуынша, ол бірнеше рет хирургтардан екінші бетін алып тастауды сұраған. Тіпті күрделі операцияға да дайын болған. Ол түнде оның зұлым жүзі оған қорқынышты сөздерін сыбырлайды деп мәлімдеді. Тәуекелден қорқып, дәрігерлердің ешқайсысы мұндай операцияға батылы бармады. Дәрігерлердің туыстары мен достарының мұқият бақылауына қарамастан, Мордрейк 23 жасында екінші бетін атып өлтірді. Өзіне өзі қол жұмсар алдында тастап кеткен жазбада ол жерлеу алдында одан жынды кесіп тастауды өтінді. Алайда автор атап өткендей, дәрігерлер бұл өтінішті орындады ма, жоқ па, белгісіз. Егер дереккөз туралы айтатын болсақ, ол дәрігерлермен жазылған болса да, кітап сенімділіктің кепілі бола алмайтын сияқты. Бостон Пост газетіне шыққанға дейін шамамен бір жыл бұрын фантаст жазушы Чарльз Лотин Хилдреттің қазіргі ғылымның ғажайыптары шайтанның балалары деп саналатын жартылай адам құбыжықтары атты мақаласы жарық көрді. Дәл осы мақалада Эдвард Мордрейктің оқиғасы алғашқы рет сипатталған. Және оны құрметті авторлар ғылыми жарияланым деп қателесіп, сол жерден жазып алған сияқты. Бүгін бұл оқиға 200-ді Эдвардтың фотосуретімен бірге интернетте анда-санда вирустық сипатқа ие болады. Шын мәнінде Мордрейктің нақты суреті жоқ. Ал тираждалған суретте суретшілер әйгілі сюжет негізінде жасаған балауыз фигурасы. Мұндай адамның шынымен бар жоғы белгісіз. Сенімді хикаяға қарамастан зерттеушілердің бұл мәселе бойынша пікірлері әртүрлі. Бір жағынан медицина егіздердің бірігуінің ұқсас жағдайларын біледі.
Олар паразитті краниопактар деп аталады. Мысалы, Бенгалиядан келген екі басты бала деп аталатын нәресте 1783 жылы туып, 1787 жылы кобра шағуынан қайтыс болды. Оның бас сүйегі Ағылшын корольдік хирургиялық колледжінде сақталған. Бүгінде әлемде осындай ауытқуы бар 15 жасқа дейін өмір сүрген бір бала бар. Бірақ мұның бәрі тек ата-анасының қайсарлығы мен заманауи медицинаның арқасында жүзеге асырылды. Миссури штатының Берни қаласынан келген Трес Джонсонды Мардрейк сияқты 200 адам деп айтады. Сондықтан мұндай жағдайды медициналық тұрғыда жоққа шығаруға болмайды. Алайда Мардрейктің бай тұлғасы және оның музыкалық дарындылығы туралы егжей-тегжейлер күмән тудырады. Дәрігерлерге белгілі барлық осындай нәрестелер ақыл-ой кемістігімен ерекшеленген. Бұл егіздердің бірігуі мен іс жүзінде мүмкін емес. Трес Джонс сонымен қатар туылғаннан кейін бас ауруы мен ұстамадан зардап шекті. Соның салдарынан бірнеше ота жасалды. Сондықтан, егер мұндай құбылыс 19 ғасырда өмір сүріп өсе алса, онда ол іс жүзінде толыққанды тұлға болуға еш мүмкіндігі болмас еді. Мүмкін автор паразиттік егіздің туылуының нақты жағдайын негізге ала отырып, шындықты шығармашылықпен безендіріп, оның бірігіп туған ағасының зұлым тұлғасын алып жүруге мәжбүр болған адамның қараңғы, бірақ жанашырлық бейнесін жасаған болуы мүмкін. 19 ғасырда цирктер мен көріксіздердің шоулары айрықша дене ерекшеліктері бар адамдар үшін әдеттегі тағдырға айналғаны белгілі. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде...